Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге емханаға тіркелуді көрсетемін. Ол үшін eGov Mobile сайтына Google Chrome'ға жазамыз және ең бірінші ETSP арқылы кіреміз. Әдеттегідей ауыз батырмасын басу арқылы сол емханаға тіркелетін адамның атынан ETSP-сымен кіреміз. Қазір мен сіздерге мысал ретінде көрсетемін жолын қалай тіркелу керек екен. Аудсты таңдап кіреміз. eGov порталының бірінші бетінде здравоохранение орысшасында здравоохранениені таңдаймыз. Және осы жерде 21 қызмет түрі бар. Соның ішінде прикрепление к медицинские отделение деген бар. Соған басамыз. Заказать услугу онлайн. Және бұл екі шагтан тұрады. На себя өзіңіз тіркелетін болсаңыз және на ребенка, егер баланы тіркейтін болсаңыз, баланың иін теру арқылы тіркеуге жібересіз. Регион таңдайсыз. Қай аудан, қала. Мысалы, мен Алматы қаласын алдым. Әрі қарай Алатау район таңдайсыз. Және медицинский организацияның қандай, соны білуіңіз керек, қай поликлиника екенін. Және сол жерде не үшін келіп жатырсыз? Көшіп келіп жатырсыз ба, өз еркіңізбен келіп жатырсыз ба? Мен көшіп келіп жатырмын деп таңдадым. Және дәрігеріңіздің атын білу маңызды. Және әрі қарай адресіңіз, телефон номеріңіз шығып тұрады. Мен бұны жай сіздерге көрсету үшін ғана жасадым. Және отправить запрос десеңіз, сіздің запросыңыз ол поликлиникаға барып тұрады. Әрі қарай оны жаңа запрос жіберген мекеме қабылдап алу керек сізді. Болды, видеом сіздерге пайдалы болса, лайк, комментарий жазып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.